келетініне қуанышты сияқты. Жанеркенің қасына келіп жайғасады қазір. Қыздар қуанышты ма, жігіттер қуанышты ма? Қалай ойлайсыздар? Қыздардың қатарын толықтыра ма, жоқ әлде жігіттердің қатарын толықтыра ма? Жігіттер деп жатыр. Альмира, сен қалай ойлайсың? Иә. Жігіт болсыншы, себебі бізде қыздар көп. Қыздар көбейіп кетті ме, Ислам? Матриархат болып бара жатыр дейді. Медет? Баршаңызға қайырлы күн. Менің ойымша қыз болса екен деймін, себебі 7 май жақындап келатыр. Сыйлық алғың келіп отыр ғой енді. Самира? Мен ойлаймын, анонста айтып кетті ғой, кімнің кеткенін күтіп келіп отыр деп. Сондықтан мен Бекболаттың кеткенін күтіп, Айбибі келген сияқты. Айбибі? Мәссаған. Ондай ой тіпті бізге де кіріп шықпапты. Ал ендеше шақырамыз ба? Дұрыстап қошеметтеріңдер, әйтпесе шықпай қояды қазір. Жақсы. Ендеше қалаулым жобасының жаңа қатысушысын қарсы алайық. Танысқаныма қуаныштымын. Нариман есіміңіз, иә? Менің есімім Аша, енді ғана көрісіп тұрмыз біздер. Нариман, бұрын үміткер болдыңыз? Иә, Жанелге келген. Жанелге, түсінікті. Жанерке таңғалып жатыр бұл жерде. Жанеркеге микрофон берілсе, иә? Ала ғой. Иә? Дедің бе? Нариман, сәлем, қош келдің. Астанадан енді бір керемет өзіңнің енді ыстық сезіммен, махаббатыңмен тек жылу алып кел, суығын алып келмек қой. Біз енді міне Астанаға қарай, енді Қарағандыға, бері қарай Астанаға жол жүрейік деп жатырмыз. Сенің келіп жатқан енді таңғалатын жағдай болды. Себебі біз мүлдем білген жоқпыз. Кеше мысалы Еркебұланмен кездестік. Еркебұлан ол туралы бірде-бір ақпарат білмейді. Ол мүлдем аузын ашқан жоқ. Таңғалып отырмын. Жарайды, енді бірінші келген осы қаламға аттаған қадамың кішкене түсініксіз жағдаймен аяқталды. Енді бұл жерден нағыз өзіңнің махаббатыңды табатыныңа сенімдімін. Сен енді Астананың кішкене орысшалау жігітсің, оңтүстікке келіп жатыр екенсің. Оңтүстікте қазақша білетін керемет қыздар көп. Сондықтан міндетті түрде теңін табасын деп ойлаймын. Рахмет. Иә. Жанеркенің ондай әңгіме айтып отырғаны Нариман Еркебұланның жақын досы. Иә, екеуі бірге келген еді. Еркебұлан Жанеркеге келді, ал Нариман Жанелге келген еді. Тіпті бірге тұрдыңдар, иә, Еркебұланмен бірге? Біраз тұрғанбыз, иә. Нариман, шынымен де үміткер болып келгенде әңгіме бір түсініксіз аяқталған еді. Арасына бір қыздың тағдыры кірді, той болайын деп жатыр еді. Сол тойға бір нұқсан келді деген ақпарат жетті бізге. Сол үшін тіпті Жанел де кетті жобадан. Қалай енді? Қазіргі өмірің қалай? Қазір бәрі жақсы, сол Астанада жұмыс. Анау қызбен бәрі жақсы болды, сол той болды. Да, мен болдым сол тойында, бәрі жақсы. Иә, ренжі жоқ, сондай, бәрі жақсы. Иә, түсінікті, бәрі жақсы аяқталғанына біз де қуаныштымыз. Сәлем жолдаймыз. Ал, Нариман, ендеше қандай қызды іздейсің? Үміткерің қандай болу керек? Талаптарыңды қоя ғой. Бойы ұзын. Бойы ұзын? Менден кішкене. Сіздің бойыңыз? 175. 175, түсінікті. Спортпен айналысатын. Көздері де әдемі болсын. Көздері әдемі болсын. Да, көздері де. Нариманның, Исламның қойған талабыны болған еді, иә? Ислам, сен де сондай талап қойдың ғой, көз әдемі болсын деп шақты. Көреміз сосын уже. Главное, келсе бір сосын уже таңдаймыз ғой. Түсінікті. Ендеше талаптарыңды қойдың, өзің жайлы айта кетсең, жасың қаншада, қай жердің тумасысың, бұрын үйлендің бе, жоқ па? Жоқ, үйленбедім. Жасым 24-те, Астана қаласында тұрам. Туған жерім сол Астана, Целиноград. Жұмыс туралы сол, баяғы айтқам, сонымен айналасам бизнеспен, общежитие сол. Жоспарым бойынша сол,
өзім қызды табып Астанаға алып кетем. Болды. Түсінікті. Ал басқа қоятын талаптар жоқ. Сұрақтар бар ма қатысушылар тарабынан? Сұрақтар жоқ па? Аха. Сұрақ жоқ болса, ендеше орныңа барып жайғаса ғой. Жанеркенің қасына. Қошеметтеріңіз. Қатысушылардың қатарын толықтырдық.